أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. бұл مبادئ علوم العشرة يعني ілімдердің 10 негізгі бастауы немесе әр ғылымды танытатын 10 негіз деп аударсақ болады. Осындай әдеби немесе ғылыми аудармалар жасасақ болады. Осы тақырыпта Алла нәсіп етсе нелер айтылатындығы туралы түсіндіріп шығатын боламыз бұл жерде. Бұл бір жалғасатын немесе басқа жүйелі бір жаңағыдай бірнеше дәрістік дәріс емес. Негізінен шарх Тасриф әл-Изиға жазылып жатқан дәріс. Бірақ бұл жалпы көпшілікке пайдалы болады деген үмітпен ютубқа да салып қоюды, басқа каналдарға да салып қоюды жөн көріп отырмын. Жалпы мабадиул ашару деген не негізі? Бұл әр пәнді өткен кезде, әрбір пән бастаған кезде, мысалы сарф болсын, наху болсын, фих болсын, усул фих болсын, ақида, кәләм, усулул хадис, балаға, мантиқ, мантық немесе басқа да кез келген пәнді өткен кезде бізге осы пән туралы негізгі бір тасауырды, негізгі бір осы пәнді көз алдымызға елестетіп беретін, біздің көз алдымызда осы пән туралы бір негізгі ақпараттарды жинап беретін ілім бұл. Бізге бұл жерде негізінен 10 осы ғылым туралы 10 түрлі, 10 жақтан, 10 тараптан осы ғылымның пайдаларын, мақсаттарын, түсініктемелерін, бұл ғылымның не екенін, бұл ғылымды оқысақ біз қандай пайда алатындығымыз, бұл ғылым қандай нәрселерді қамтиды, және де бұл ғылымның маңызы деген сияқты сондай сұрақтарға жауап беріп, кез келген осындай өзіміз бір ілімді бастаған кезде сол ілімді не үшін оқып жатырық, бұл ілімнен біз не аламыз деген сияқты біздің сұрақтарымызға жауап беретін болады. Енді бұл нәрсе бізде бұл оны Абул Ирфан Мухаммад ибн Али ас-Саббанның немесе ас-Сиббан өлең жолдары бар. Сол өлең жолдарында айтылған бірінші өлең жолдарын оқып соны аударатын боламыз. Одан кейін әрқайсысы осының ішінде не екендігін жалпы анықтама беріп шығатын боламыз. Сосын кез келген пәнге кірген кезде осындай мабадиул ашарасын оқыған кезде қайсысынан нені аласыз, соны біліп отыратын боласыз. Рахимахуллах, Абул Ирфан Мухаммад ибн Али ас-Саббан 1206 жылы хижри өмірден өткен. Өзінің жайды осы Ибн Маликтің әлфиясына жазылған шархқа жазылған хашиясында өзінің нелерін келтірген, назм, яғни өлең жолдарын келтірген мынадай. Инна мабади кулли фәннин ашаро. Расында бүкіл пәннің негізгі бастаулары, негізгі бастау ережелері немесе 10 дейді. Әл-хадду вәл-мауду'у thumma самара. Хад дегеніміз анықтама, ta'риф яғни. Әл-мауду' бұл тақырыбы. Қандай тақырыптарды қамтиды? Бұл пән, соны түсіндіреді. Thumma самара. Бұның жемісі. Осы пәнді
оқыған кезде мен қандай пайда аламын, қандай жетістікке жетемін, қандай бұл нәрседен жеміс ала аламын деген сияқты. Нисбәтун дегеніміз жалпы осы ғылымның басқа ғылымдармен байланысы. Фадлуху және де оның абзалдығы қандай деңгейде, соны түсіндіреді. Одан кейін уадиъ деген не? Уадиъ деген сол ілімді кім бірінші қалыптастырды, кім бірінші жазды, кім бірінші кітап күйіне келтірді деген сияқты. Баптарын бөлді дегендей. Уәл истимдаду аты, исім аты, иә, сол пәннің. Әл-истимдад бұл қысқаша айтқанда қандай қайнар көздері бар бұның. Бұл өзі ғылым қай жерлерден алынады, соны түсіндіреді. Хукму шариъ яғни шариғи үкімі, шариғаттың үкімі. Бұл жерде қараңыздар, мына жерде сукун болып атқандары барлығы маңызды. Неге? Себебі мына өткен жолда вәл-уадиъу деп даммамен оқитын болсақ, келесі жолда вәл-исмул истимдаду хукму шариғи болып қалады да, харекетпен оқитын болсақ. Сондықтан бұл жерге не қойған? Екеуіне де сукун қойған. Вәл-уадиъ әш-шариъ деп екеуінде де бір-біріне үйлесім неге алынған, маңызға алынған. Неге? Себебі өлеңде осындай нәрселер болады. Кейде осындай әлиф, яй деген сияқты әріптер қосып жібереді, немесе осылай сукундап тастайды. Не үшін? Өлең жолдары бір-біріне сәйкес болу үшін. Әйтпесе уадиъу немесе хукму шариғи деп екеуіне харекет қоятын болса үйлеспей қалады. Ал уадиъ шариғ десе үйлеседі. Сол үшін араб тіліндегі өлеңдерде осындай нәрселер қолданылады жалпы. Мәсәил дегеніміз яғни сол ғылымның қамтитын мәселелері. Кейбір басқаларында жамаа деп те келеді. Жалпы бұл пән деген сияқты мәжелелерде мысалы басқаша кейде келетіндер болады, орындар ауыстып келетіндер болады, мысалы басқа сөздермен келетіндер болады деген сияқты. Бірақ негізі жалпы осы. Мен бұны жалпы Тухфатул аали, хашату Тухфатил аали аля шарх Дауил маали деген кітаптан алған болатынмын. Бұл нәрселерді жалпы көбін. Осы жерде негізгі мәтіндердің барлығын сонан алдым. Тек кейбір түсіндірмелер оларды өзім былай қосып айтып отыратын боламын. Ал енді вәл-бәъду бил-бәъди иктафа, яғни мәселелер, кейбір мәселелер тікелей аударатын болсақ бил-бәъди басқа бір кейбір мәселелермен иктафа, бұл жерде толық болады деген сияқты мағынада. Яғни қазақша аударатын болсақ бірі басқасымен толық болады деген сияқты бір аудармалар жасау абзал деп ойлаймын. Кім осының барлығын білсе дейді, шарафатқа ие болады. Мағыналарын түсіндіретін бізге баяндайды. Ең біріншісі әл-хадду деген не? Осы хадпен мақсат бил-хад, яғни хадпен мақсат етілетін нәрсе әт-тариф, анықтама. Тариф қандай? Әл-джамиу ли-масаилил улуми ва мабахифихи. Осы ілімнің мәселелерін және де зерттейтін тақырыптарын, зерттеу алаңдарының барлығын қамтушы тариф. Әл-джами әт-тарифтің сипаты. Енді әт-тарифтің екінші сипаты келеді, ол не? Әл-мани', яғни тыюшы. Неден? Мин духули гойрихи фихи. Бұл тарифке, яғни фит-тариф, мына жерде фихи дейін, фит-тариф. Мин духули гойрихи дегендегі хиде осы неге қайтып жатыр, осы ілімге қайтып жатыр. Ілімнің мәселелері, мабахистері деген сияқты. Мани' мин духули гойрихи фихи. Және бұл тарифке осы ілімнен басқалардың кіріп кетуінен тыюшы бір тариф мақсат етілген дейді, хадпен. Жалпы тариф анықтаманың мысалы мантықта өтілетін бірінші шарттар бар. Соның бірлері мысалы жамиул афрод маниул агъяр болу керек дейді.
Афрод дегеніміз жалпы жамиул афрод дегеніміз өзінің астына кіретін тармақ мәселелердің барлығын қамтуы. Яғни біреуін де қалдырып кетпеу керек. Егер біреуін қалдырып кететін болса, мысалы, онда ол не болады? Тариф қандай да бір қателік бар деген сөз. Маниул ағияр. Ағияр деген ғойру бар ғой, кәдімгі сол ғойрдың көпше түрі. Яғни басқаларды тыюшы. Тарифке, яғни басқа нәрселер, басқа мәселелер, осы ғылымның тармақтарының басқа бір қандай да бір мәселе кіріп кетуінен тыятындай болу керек тариф деген. Иә, сол кезде ғана біз бұл тарифті дұрыс деп айта аламыз. Және де ат-тариф авдаху минал муаррaf болады. Муаррaf дегеніміз осы анықтама жасалып жатқан нәрсе. Мысалы, ручка, қалам. Сол қаламнан оның анықтамасы ашығырақ болу керек. Егер де анықтама түсініксіз болатын болса, шатасқан болатын болса, бір нәрселерді басқа нәрселерді қамтып кетуі мүмкін болатын болса, ода бір жасырындық, белгісіздік бір нәрселер болатын болса, онда ол дұрыс тариф болып саналмайды. Сосын мысалы, ан-якуна дәуран деген сияқты тоже мәселелер бар. Дәуір болмау керек. Дәуір дегеніміз не? Мысалы, мәләху әл-әб деген не? Әке деген не? Ол мәләху ибн. Ол баласы бар. Баласы бар нәрсе, иә? Баласы бар адам. Ал ибн деген не дейтін болса, мәләху әб дейді. Ол әкесі бар адам дейді. Осылай әке деген кім? Ол баласы бар адам. Бала деген кім? Ол әкесі бар адам. Әке деген кім? Ол баласы бар адам. Осылай айналып тұрмау керек та. Дәуір деген сол. Яғни анықтама дұрыс болу керек. Бір нәрсені басқа бір нәрсеге апарып жасырып тастамау керек та. И ол нәрсе өзіне қайтып келетіндей болып, что соңында. Бұны мысалы кәләм, мантық ілімдерінде жақсы өткенбіз негізінде. Кәләм ілімінде өткенбіз біз. Кәләмде жазылған дәрістерден көптеген мысалдармен талдаған болатынбыз. Сондай дәуір болмау керек. Тағы да бір шарттарының бірі ән лә яштамиля сәлбә. Сәлбті қамтымау керек. Сәлб деген не? Яғни ад-диддайни ва нақидайни. Бұл анықтама берген кезде бір нәрсенің, мысалы, ақ түс деген не десе, ол қара емес. Күн деген не болса, түн емес деген сияқты. Сондай бір диддарын, нақидтарын беру дұрыс болмайды. Диддан деген не жалпы? Диддун деген не? Ол былай деп мантықта анықтама береді бізге. Лә яжтамиан, екеуі бірге мүлдем жиналмайды. Бірақ яртафиан маған, яғни екеуі бірге де көтеріліп кете алуы мүмкін. Яғни екеуі бірге де болмай қалуы мүмкін. Мысалы, ақ пен қара. Екеуі бір жерде бір уақытта бір нәрседе жиналуы мүмкін бе? Жоқ. Зат либо ақ болады, либо қара болады. Екеуі бірде бола алмайды, иә? Ал егер екеуі де болмауы мүмкін бе бір затта? Әрине, бұл мүмкін. Мысалы, бір зат жасыл түсті болуы мүмкін деген сияқты. Одан кейін нақид дегеніміз не еді? Нақид дегеніміз бұл мысалы күн мен түн сияқты. Күн мен түн деген не? Екеуі лә яжтамиан ва лә яртафиан деп түсіндіреді, иә? Екеуі мүлдем бірге де болмайды, немесе жаңағыдай екеуі бірге жоқ та болмайды. Екеуінің біреуі болады, былайша айтқанда. Мысалы, түн, ләйл, иә? Түн мен күн екеуі бірге болуы мүмкін бе? Жоқ, бірге болмайды. Бірақ екеуі де жоқ болуы мүмкін бе? Жоқ, либо күн, либо түн болады деген сияқты ол жерде. Сол сияқты. Нақидайн деген сол, нақидун. Ой, негізі жекеше түрі. Нақидон, екілік түрі, нақидайн, мансуб халі. Әл-маудуа. Екіншіне бізде әл-хадду әл-маудуа деп. Маудуа деген не? Мәжәлул мухаддад. Бұл белгілі бір алаң, шектелген бір алаң. Қандай? Әлләзи юбахату фихи л-илму. Әлләзи юбахату фихи л-илму. Ілім сол жерде зерттелетін белгілі бір алаң. Яғни бір тақырып дегенді бізге түсіндіріп жатыр, иә? Бір ілім сол бір алаңда, сол бір тақырып бойынша, яғни зерттеледі. Вәл-джихату лати татаваххаду фиха масаилуху. Және де джиха бұл жерде неге атып? Джиха біздерде бұл жерде әл-мәжәлге атып.
соны іздеп жүрмеңіздер, қайсысы қайда кетті деп, қайсысына ол атып болып жатыр деп. Так, айлымға атып болмайды. Ихил айлму уәл джихату деп түсініп қалмаңыздар. Уәл джихату лати татаваххаду фиха масаилуху. Және де сол жерде өзінің мәселелері бірігетін бір бағыт. Яғни әртүрлі бір бағыт емес, тек қана бір бағыт. Ол бағыт не істейді? Сол тақырыптағы мәселелерді қамтиды. Сол тақырыптағы мәселелер сол жерде бірігеді. Мысалы, кәләм дейтін болсақ, сол жерде кәләмнің тақырыптары барлығы бірігеді. Кәләмнің мәселелері барлығы бірігеді. Осы кәләм бағытында мысалы. Сол сияқты. Қысқаша айтқанда, сол ілімнің тақырыбы бұл. Әл-ғаяту әу-сәмәрату. Мұнда кейбір жаңағыдай нелер қате жазылған. Енді мен оның барлығын қарап отырған жоқпын. Жылдам жазып шыққан. Әу дегенде негізі хамзамен жазылады, иә. Сол сияқты басқа да қателер болуы мүмкін бұл жерде. Әл-ғаяту әу-сәмәрату. Ғаят, сәмәра дегеніміз жеміс, ғая дегеніміз мақсаты, иә. Осы ілімді оқыған кезде мен қандай мақсатқа қол жеткіземін, қандай жеміске қол жеткізе аламын, қандай жеміс аламын деген сөз. Әл-фаидату аллати юхассилуха дарисул илми фид-дарайн. Бұл не? Бұл оқушы, осы ілімді оқушы фид-дарайн, екі дүниеде де, яғни бұл жерде ақырет пен осы уақытша дүние мақсат етіліп тұр. Екеуінде тахсил ететін, яғни қол жеткізетін пайдасы. Сол нәрсе айтылады бұл жерде. Ақыретте осындай пайда алып келеді саған, дүниеде осындай пайда алып келеді деген сияқты. Мысалы, наху ілімін оқу осы дүниеде саған не алып келеді? Тілді дұрыс түсінуге, немесе басқа да жалпы тіл арқылы, араб тілі арқылы, араб тілінде жазылған мәтіндерді, кітаптарды, оқиғаларды түсінуге көмектеседі. Ал ақыретте беретін пайдасы не? Сол арқылы сен, мысалы, тәфсір кітаптарын түсінесің, Құранды түсінесің, соның барлығы саған сауап алып келеді деген сияқты. Әл-истимдад. Истимдад дегеніміз не? Ар-рауафид вәл-әсбаб әл-илмия. Ар-рауафид вәл-әсбаб әл-илмия. Ғылыми себептер, яғни себептер дегенде бұл жерде ғылыми белгілер деп айтамыз ба, кішкене себептерге нақты бір толық келмейді бұл жердегі мағына. Рауафид дегенде қайнар көздер, яғни аллати юстақа минха ал-илму. Одан ілім, осы өтіп жатқан ілім, бастап жатқан ілім, юстақа дегенде, истақа да жалпы сақо шөл қану, бұл жерде алу мағынасында айтылып тұр, яғни бұл ілім одан алынатын ғылыми себептер және қайнар көздер. Ва масаилу, және осы ғылымның мәселелері, ва матуалибу, және осы ғылымның іздеген, зерттеген тақырыптары, мақсаттары. Солардың барлығы алынатын ғылыми тәсілдер, әсбаб деген тәсілдер аударуға болатын сияқты, ғылыми тәсілдер және де қайнар көздер. Яғни нені айтып тұр бұл жерде? Истимдад деген бұл нәрсені сен бұл ілімді қайдан аласың? Мысалы, рауафид, қайнар көздері. Мысалы, нахуды Құраннан аласың, араб тілінен ескі шиарларынан аласың, лафзи келген хадистерден аласың, мысалы, деген сияқты, сондай қайнар көздер. Негізі қай жерден аласың соны? Соны бізге түсіндіреді. Әл-фадлу. Фадлу дегеніміз абзалдығы бұл ілімнің, яғни қаншалықты маңызды бұл ілім. Мә лил илми мин манзилатин. Осы ілімнің дәрежесі қандай? Ва шарафин, шарапаты қандай? Ва ахамиятин байнал улум, және де маңыздылығы қандай? Байнал улум, ілімдердің арасында. Яғни осы ғылымның деңгейі, шарапаты, маңыздылығы басқа ғылымдармен салыстырғанда олардың арасында қандай, соны түсіндіреді бізге. Әл-вади'у әуәлу ман ибтада'a ат-тадвина. Осы
бағытта, осы пәнде ең алғашқы тәдуин, кітап жазып бастаған адам, яғни баптарға бөлеп деген сияқты, иә, синф дейді ғой, жаңағыдай топтарға бөлеп, мысалы сарфтың баптарын, фихтың баптарын деген сияқты ғой. Фил илми, осы ілімде кітап жазып, сол кітаптарды ретке келтіріп, яғни ең алғаш бастаған адам. Және де осы ілімнің негізін қалаған адам, ең алғаш болып сол жаңағыдай жазып бастап негізін қалаған адам. Әруса жалпы не деген сөз? Негізінен зікір, кеменің зікірі бар ғой, сол зікірді жерге түсіріп теңізде соны қадау деген сөз да. Кемені қозғалтпайтындай етіп, мықты етіп қадау. Бұл жерде де дәл сол сияқты деп тұр. Осы пәннің қағидаларын нақтылап, мықтылап бекіту да. Бұл мысалы Құранда да аяттар келеді ғой. Рауаси ал-джибал деген сияқты, мысалы. Жаңағыдай сондай мықты қазық болып қағылған таулары деген сияқты мағыналарда келеді. Әл-исм. Исм дегеніміз не? Исм дегеніміз бұл осы пәнге, осы пәннің мамандары қандай атау берген, сол нәрсе. Әл-алқаб аллати атлақаха ахлу хазал илми алейхи литамйизихи ан гайрихи. Басқа ілімдерден оны айыру үшін осы ілімнің иелері, мамандары, яғни осы ілімге атлақа берген лақаптары, яғни олар қандай атпен атады осы ілімді, басқалардан айыру үшін. Әл-хукм. Хукм дегеніміз не? Әл-хукм шар'i, шар'ию, жалпы харекетті оқитын болсақ, негізі яйдың, ваудың екі осындай харекет алатын кездері болады. Біреуі осындай шәдда болған кезде у сияқты, мысалы, харекеттерді алады. Негізінде яй уауды дамманы көтере алмайды ғой. Бірақ осындай кезде шәдда болатын болса ала алады. Және тағы бір жер бар, мысалы, оны сіздерге үй жұмыс өтіп беремін. Оқып, осыдан пайда алып, соны тауып, осы дәрісті пайда алып жатсаңыздар, осы үй жұмысында орындап жіберіңіздер маған. Міне екіншісін таба алдым деп. Қандай жағдайда тағы осындай уау, яй сияқты әріптер дамма сияқты көтере алмайтын, кәсра сияқты көтере алмайтын әріп харекеттерін алады. Әл-мутааллиқу битааллуми хазал илми мин байнил ахками таклифияти ал-хамсати. 5 жауапкершілікке жүктелген үкімдердің арасынан осы ілімді үйренуге байланысты шариғи үкім. Яғни бізде парыз, уәжіп, сүннет, мубах, харам, мәкрух деген сияқты мысалы үкімдер бар ғой. Сол үкімдердің арасынан бұл ілімді үйрену неге жатады? Қайсысына жатады? Мысалы, сарфта не дейді? Сарфта парыз кифаи дейді. Мысалы, парыз кифаи. Ал кімге міндет болады? Парыз айни болады, мысалы, фардун айниюн болады. Егер адам шариғи илімдерге терең кіретін адам болса, муфассир болса, мухаддис болса деген сияқты, сондай кезде сарф ілімін меңгеру міндет болады. Бұл туралы тағы да әлі сөйлесетін боламыз, иншалла, сарф пәнінің өзінің Нафтазанидің шархында. Сол мәселе жалпы бұл. Әл-мәсаил деген не? Мәсаил бұл жерде وهي المطالب التي يبحثها ويقررها العلم والتي تندرج تحت موضوعه. Бұл дегеніміз өзінің тақырыбына кіретін, яғни тахта маудуихи, прямо аударатын болсаң, тақырыбының астына кіретін деген сияқты ғой.
жалпы қазақ тіліне сай өзінің тақырыбына кіретін матолиб. Бұл мағыналық тұрғыда бір матолибке сипат сияқты. Өзінің астына кіретін матолиб, яғни өзінің тақырыбының астына кіретін мәселелер, тармақтар барлығы кіріп кетеді бұл матолибтің ішіне. Соны әлләти ябахатуха ва юқаррируха әл-илму. Осы ілім зерттейтін және де бекітетін матолибтер, мәселелер, мақсаттар осы ілімнің қандай? Осы тақырыптың астына кіретін. Яғни осы ілім зерттейтін және де бекітетін осы ілімнің тақырыбының астына кіретін мәселелер десе болады. Ниспа дегеніміз не? Бұл 10-шы негізгі бастауыш ережелердің бастауыш негіз болып табылады. Силатул илми ва алақатуху би гайрихи минал улум. Осы ілімнің басқа ілімдермен байланысы. Сила, алақа, қазақша екеуі де байланысы. Бұл ілім басқа ілімдермен қандай байланыс жасайды? Соны бізге түсіндіреді. Енді Алла нәсіп етсе, المبادئ العشرة في علم الصرف деп өтетін боламыз, Алла нәсіп етсе. Оғанда осындай дайын тұрған нелер бар жалпы. Алхамдулиллахи раббил аламин. Қысқаша жалпы түсіндіріп шығуға тырыстым. Қатты бір көп ашықтамай. Аллах тағала баршамызға пайдалы хайырлы ілім нәсіп етсін. Bir жағынан түн болғасын, шаршап отқанда жайым бар. Сарф мәбәдиесінде иншалла қалған толық ашықтырмыз. Аллах тағала баршамызға пайдалы хайырлы ілім нәсіп етсін. Алхамдулиллахи раббил аламин.